Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» жырындағы автор бейнесі. Оқу мақсаты эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Күтілетін нәтиже: Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» жырынан автор бейнесін анықтайды. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады. Шортанбай Қанайұлының шығармаларына зер салсақ, өмір ағымының бет алысын, тіршілігінің тынысын тамыршыдай дөп басып, сезіп отырған аңғарылады. Зар заман толғауында жат пиғылдардың елдің іргесін іртіп, ырысын, қазынасын шашып, елді аздыратын жырына арқау еткен. Алмағайып заманда елге төнген қауіптің бетін қайтаруға халықты үндеп, жырмен дем берген. Зар заман шығармасының өзегі өзгерген заман, берекесі кете бастаған халық тұрмысы, отаршылар мен жергілікті әкімдердің озбырлығы. Патша отаршылармен қатар елді қанауға, малды байлар да сол кездегі әкім ұлықтары елдің тыныштығы мен дәулетін судай шашады. Мәтінге назар аударайық. Мұның өзі зар заман, зарлығының белгісі ол сыйламас атасын. Тазы болыс хан қуды некесіз туған шатасын. Сыйламас шешесін, жеттім деп шаштасып. Толғау жолынан автор бейнесін талдасақ, автордың мұның өзі зар заман деген жолдан әдеп пен туыстық, сыйластық кеткен кез екенін білдірсе, ұлдың атасын, қыздың анасын сыйламағаннан кейіпкер бойындағы кері кеткен кер заман адамын аңғарамыз. Ұл әкесін, қыз анасын тыңдамау арқылы бейітке кетіп бара жатқан ұрпақты автор бізге суреттейді. Кейіпкердің жеттім деп шаштасуынан, бұл іс-әрекеті арқылы автор қыз баланы отбасынан да, ұлтымыздан да алшақтата көрсетеді. Отбасында мейірім болғанда ғана сыйластық болады. Ал ұл әкесін, қыз анасын сыйламаған жерде қандай береке мен бақыт болмақ? Берекесіз отбасында өскен ұрпақтан қандай үміт күтуге болады? Мұндай жастар ұрпаққа қандай тәрбие көрсетпек? Зар заман толғауында ақын заман азды, заң тозды, ұрпақ ата-анасын тыңдаудан қалды деп қорғады. Ұрпақтың келешегіне алаңдайды. Зар заман қайтып оңалсын. Байлар ұрлық қылады көзіне малы көрінбей. Билер жейді параны сақтап қорғайын сүрідей. Сол себепті заманның түрі бұзылды хикметтің түріндей. Өлең шумағынан, яғни толғау жолдарынан эпизодтар мен бейнелерді салыстырайық. Мысалы, байлар ұрлық қылады, билер жейді параны жолдарын салыстырсақ, екеуіндегі кейіпкер де рухани аш адамдар. Байдың өз дүниесі бар болып тұрып, басқаның дүниесіне көз салады. Бидің де көзі малдының сөзін сөйлеп, дүниеге жаны байланып тұр. Осыны көрген автор заманның түрі бұзылды деп түйін жасайды. Шортанбай ақылгөй, өсиетшіл ақын, сондықтан халықты түзеу жолына салып, жөн сілтеуді өзінің зор мақсаты санаған. Мынау ақыр заманда алуан жан шықты, арам, араз хан шықты, қайыры жоқ бай шықты, сауып жер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ, ақша деген мал шықты. Өлең шумағынан автор бейнесін қарастырсақ, автор арам, араз хан, қайыры жоқ бай, бұл ақыр заманның белгісі деп көрсетеді. Алуан жан шықты жолынан мұнан да ниеті қара адамдардың бар екендігін аңғартады. Міне, мұндай адамдарды отарлаушылар еркін билеп төстеп, үстемдігін жүргізеді. Себебі бұларға ақша деген малдың шетін көрсетсең болды. Әдет ғұрпынан, дінінен безіп, арам, қайырсыз адамға айналып шыға келеді.
Мұндай адамды азғыру да оңай, себебі рухы әлсіз, жаны жұтаң адамдар. Бүгінгі сабақта нені меңгердік? Шортанбай Қанайұлы Зар-заман шығармасынан автор бейнесін қарастыру үшін бірнеше өлең жолдарын талдадық. Сол өлең жолдарынан автор бейнесін анықтадық. Сондай-ақ шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыра отырып, қазақ даласындағы әлеуметтік теңсіздікке көз жібердік. Автордың ұрпақ келешегіне алаңдайтынынан ой түйдік. Және автордың ұрпақ келешегіне алаңдайтыны өзінің түйінді ойларынан аңғардық. Кері байланыстың тапсырмасы заманның сенің құбылды, хикметтің түріндей, ойлағаны жамандық, жарадан аққан іріңдей деген толғау жолынан автор нені айтқысы келді, 5-6 сөйлеммен ойыңды жаз. Яғни осы 4 жол беріліп тұр. Заманның сенің құбылды, хикметтің түріндей, ойлағаны жамандық, жарадан аққан іріңдей деген толғау жолынан автор нені айтқысы келді? Осы автордың ойын 5-6 сөйлеммен өз ойыңмен сәйкестендіріп жазып шығасыңдар. Енді кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін оны күнделік кезекте жүктеңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.